Сәлем достар, сіздермен аниме өмір. Бүгін сіздермен Shippuden 2.0 сюжетінің 6 бөлімін бастаймыз. 6 бөлім Саске барлығына қарсы деп аталады. Кеттік. Өткен бөлімде 4 құйрықты ұсталды деген мәлімет келген соң көптеген бұқаралық ақпарат құралдары Акацуки 5 ұлы нацияны ойсырата жеңуде. 5 ұлы нацияның әскери әлеуеті төмендеп жатыр. Келесі қай биджу болмақ? 5 ұлы нация осылай қарап отыра береді ме деген сияқты сыни мақалалар жариялай бастады. Арачимару болса сол уақытта өз денесін ауыстырып Саскенің денесін қайтадан өзіне қаратуды көздеген еді. Сол үшін ол жаңадан өз лабораторияларының бірінде эксперименттер жасай бастады. Кабуто болса Арачимарудың бұйрығы бойынша жасырын орманға аттанды. Одан бөлек Арачимару Гурен сияқты өз мықты шинобилерін жасырын дыбыс ауылына топтастыра бастады. Арачимару Саскенің денесін қайтарып алған соң өзіне қауіп төндіріп отырған Акацуки ұйымын толық құртпақшы еді. Саске болса Арачимарудың басқа базаларында болған Карин есімді қызбен Суйгетсу және Джуго есімді жігіттерді босатты. Саске оларды өз командасынан қосып команда Хэби деп аталды. Енді Хэби Учиха Итачині іздеуге кірісті. Акацукиге бұл жайлы Зетсу хабарлады. Акацуки ұйымы жан-жақта болғанмен олар арнайы техника арқылы барлығы бір уақытта байланысқа шықты. Учиха Саске Арачимаруды жеңіп, өзіне Арачимарудың басқа адамдарынан команда құрып алды. Команда Саскенің өзін қосқанда 4 адамнан тұрады және олар қазір Акацукидің базасын іздестіруде. Олардың мақсаты менің білуімше біздің Итачиді өлтіру, деді Зетсу. Арачимару кезінде біздің ұйымды сатып кеткен. Сол үшін оның өзін өлтірмесек те оның шәкіртінің көзін құртуымыз керек. Себебі ұстаз қандай болса, шәкірт те сондай, деді Сасори. Сөзіңіз дұрыс, Сасори Данна. Сол үшін мен оны өлтіруім керек. Алдымен Учиха Саскенің артынан Арачимарудың өзін. Деді Дейдара. Жоқ, оны мен өлтіремін, деді Аманай. Учиха Саскенің көзін құртуға Дейдара мен Сасори аттанады. Сол миссиядан соң сендерге сәл үзіліс беріледі. Ал қазір менің басқа шаруаларым бар, деді Пейн. Содан кейін сәл уақыт өткен соң Дейдара мен Сасори қалың орман арасындағы үлкен ғимараттан Учиха Саскені тауып алады. Шайқасқа Дейдара түсетін болды, алайда ол жеңіліп жатса, Учиха Саскені өлтіруге Сасори де кірісетін болды. Себебі Дейдараның қабілеттері Акацуки үшін өте маңызды еді. Саске ғимараттың ішінде жүргенде ғимарат қабырғасы кенеттен жарылыстан сынып, қабырғада үлкен ойық пайда болды. Артынан Сасори ғимараттың басқа бөлігінен Дейдараның қасына келді. Учиха Саске, сен бе? Сен қазір өлесің, менің өнерім Шаринганнан да мықтырақ, деді Дейдара. Мен Учиха Саскемін, маған ағам Итачидің қай жерде екенін айтыңдар, не мені соған алып келіңдер. Менің сөздерімді тыңдамасаңдар өз обалдарың өздеріңе, деді Саске. Дейдараның ашуға булыққаны оның түрінен анық білінді. Дейдара көп сөзбай төбелесті бастап кетті. Сасори Данна, әрірек тұрыңыз, деді Дейдара. Иә, осы жолы сенің өнеріңді алыстан тамашалайын, ал сен болсаң әлі де жастай өлетін жігітке ұқсайсың, деп Сасори ғимарат сыртына шығып кетті. Дейдара қалтасына бір уыс өрмекші бомбаларды шығарып, оларды Саскеге лақтырды. Кац деген сөздерден соң көптеген жарылыстар орын алды. Ғимараттың іші көк түтін болды. Саске Итачи жайлы қатты білгісі келгені сонша ол Дейдараға қарай жүгірді. Дейдара болса бір уыс өрмекшілерді Саскеге қарай лақтырды да өзі басқа бөлмеге қашып кетті. Сол кезде Саске Чидори инелері арқылы бомбаларды залалсыздандыруға болатынын түсінді. Шаринган арқылы чакраның түсін көре алатын Саске Дейдара отырған бөлменің есігін аша бергенде құс кейпіндегі бомба жарыла кетті. Сол кезде Саске қарғыс мөрінің 4-ші деңгейін қосты. Оның денесіндегі майда жаралар өзінен өзі жазыла бастады. Өз найзағай арқылы менің бомбаларымды істен шығарды. Регенерация қабілеті бар сияқты. Деп тұжырымдады Дейдара. Ғимарат ішіндегі майда өрмекші бомбалар Саске жүрген жерлердегі барлық тесіктерден шығып, оған 2-3 метр жақындап жарыла берді. Олардың кейбірін Саске Чидори қылышы арқылы залалсыздандырып үлгеріп жатса, енді кейбірлері жарылып жатты. Саске өз қателіктерін қайталамас үшін келесі бөлменің есігін Чидори қылышы арқылы кесіп тастап ішке кіре бергенде, Дейдара екі қолынан аппақ сұйық саз ағызып, ол саз Саскеге қарай ұмтылды. Саске сазды қанша бөлсе де оның Чидоримен ұрса да, сұйық сазға ол әсер ете қоймады. Саз Саскенің үстіне әбден жабысқанда Дейдара Кац деп айқайлап бүкіл ғимаратты жарып жіберді.
көк түтіннің ішінен үлкен айдаһардың үстінде отырған Дейдара атып шықты. Бұл жарылыс сені өлтіре қоймас. Сол үшін мен Си-2-ні қолданамын. Мен осы жерде сені өлтіру үшін дайындалып келдім. Менің өнерім Шаринганнан әлде қайда мықтырақ. Деді Дейдара. Айдаһар жоғары көтеріле бергенде түтін де сейіліп, денесінде бір сызаты жоқ Саске қолынан қара жылан шығарып, сол жылан биікке қарай ұмтылды және жылан аузын ашқанда оның аузынан ұзын және үлкен Чидори қылышы шығып, Дейдараның айдаһарын кеспекші болды. Алайда Си-2 айдаһары тым биікке көтеріліп үлгерген еді. Сенің жыланың 20 метр, ал найзағайың 50 метр биіктікке дейін жетеді екен. Жай құстың үстінде тұрсам өлетін едім, алайда бұл Си-2, сол үшін мен сен үшін тым биіктемін. Деді Дейдара. Ғимараттың сыртқы бөлігі жазық алаңқай, ал алаңқайдың өзі барлық жағынан орманмен қоршалған еді. Сасори 3-ші Казекаге қуыршағын дайындап қойып, алаңқайдың бір шетіндегі ағашқа сүйене отырып, жекпе-жекті тамашалап жатты. Дейдара Си-2 арқылы Саскені шабуылдың астына алды. Саске болса қолдануға тыйым салынған найзағай Буддасы техникасы арқылы әуедегі қарсыласты шабуылдауға кірісті. Шайқас осылай жалғасып жатты. Дегенмен мынадай түрмен жеңбейтінін түсінген Саске басқа техникаға көшті. Мына техника тіпті Арачимаруды састырған деп Саске 3 басты сұсты жыланды шақырды. Бұл жылан кез келген ниндзюцуны жұта алатын және сол арқылы өсе беретін. Ол Си-2 бомбаларын жұтып өсе бастады. Соны байқаған Дейдара Си-2 айдаһарынан басқа құсқа ауысып, айдаһарды дәл 3 басты жыланға қарай жіберді. Си-2 айдаһар құлап бара жатқан жерінен үлкейіп, жыланның дәл аузына жақындағанда жарылды. Саскенің жыланы аман қалды, бірақ оның үстінен көк түтін бұрқырап тұрды да, ол призыв ретінде жоғалып кетті. Саске қайтадан өз жараларын реген арқылы емдеп алды. Сенің шабуылдарың мен үшін түк емес, берілсең дұрыс болар еді, деді ол Дейдараға. Тағы да реген ба? Бұндай дәрежедегі техникалар көп чакра жеу керек қой. Бірақ менің тағы бір тосын сыйым бар. Кац деген кезде Саске тұрған жер жарыла кетті. Мен Шаринганның чакраны көре алатынын Итачи арқылы білетінмін. Сол үшін сенің көзің жетпейтін тереңдікке бомбаларды алдын ала тығып қойғам. Сен енді миналанған аймақтың үстінде тұрсың. Деді Дейдара. Саске әрі-бері жүгіріп қашпақшы болды. Алайда Дейдараның миналары жарылып, оны өкшелей қуды. Бұл техниканы қолдануды ұнатпаймын, себебі ол мені Арачимаруға ұқсатып жібереді, деді Саске. Ол денесінен бір уақытта өте көп қара жылан шығарып, олар жан-жаққа тарала кетті. Сол кезде Саске барлық жыландардың денесінің үстінен үлкен Чидори жасады. Жыландар болса Чидорінің мықтылығынан лезде қуырылып кетті. Оған қоса ол Чидори жер астындағы жатқан миналарды да жарамсыз етті. Дейдара ашуға булықты. Ол қалтасынан Си-3 бомбасының екеуін алып Саскеге қарай тастады. Орманда өте үлкен жарылыс орын алды. Соны басқа жерде жүрген Саскенің тобы да байқап, Саске сол жерде болуы мүмкін деген шешімге келіп, сол жерге қарай беттеді. Сасори болса қара құм арқылы қорғанып қалды. Дейдара енді Саске өлді деп ойлағанда, түтін арасынан секірген Саскенің бейнесі көрінді. Ол Дейдараның құсының үстіне мініп алды. Дейдара өзінің гендзюцуға түскенін байқады. Саске төбелесті осылай жеңбекші болды. Дегенмен Саскенің гендзюцуынан Дейдара оңай шығып кетті. Ол біраз уақыт бойы сол көзін гендзюцуға қарсы дайындаған еді. Саске болса Дейдараның денесін Чидоримен тесіп тастады. Бірақ ол жай ғана саздан жасалған клон еді. Дейдара болса төмен секіріп Си-4 бомбасын қолданды. Бірақ Саске одан да тірі қалды. Дейдара мен Саске жерге түсті. Саскеге қарағанда Дейдара едәуір шаршап қалған еді. Себебі ол осы шайқас барысында өте көп чакра жұмсаған болатын. Менің қарғыс мөрімнің 4-ші деңгейі менің чакрамды, жылдамдығымды, соққыларымның күшін, жауды сезу қабілетін бірнеше есеге арттырды. Және бұл күшке Арачимарудың еш қатысы жоқ. Мен оған өзім жеттім, деп Саске әлсіреген Дейдараны өте жылдам түрде ұрып соға бастады. Дейдара жерде сұлап жатты. Мен өз техникаларымның тек жартысын ғана көрсеттім, деді Саске. Менің ең үлкен өнерімді тамашала, мен сенімен бірге өліп, сол өнердің бір бөлшегі сен де боласың, деді жерде жатқан Дейдара. Сол кезде Саске артқа секіре кетті, себебі қара құм найзалары арқылы шабуылды Сасори бастаған еді. Сасоридің қуыршағы атқан күлгін түсті шашкалар жерде жарылып, Саске түтін ішінен атып шықты.
Сасори болса Қарақұм арқылы шабуылдауды жалғастырды. Саске Қарақұмды Чидоримен ала алмады және соққы жасағанда Сасори денесін құм арқылы жауып қалды. Акацкидегі ең жылдам және соққысы ең мықты шиноби ол Какудзу, ал мына жігіт Какудзудан еш кем емес. Өзімнің шынайы күйіме енбесем, ол мені де өлтіріп тастайды, деді Сасори. Ол шынайы кейпіне енгенде шабуылдарын тоқтатпаған Саске кенеттен жерге отырып қалды. У әсер ете бастаған ғой. Әлгі сен түтін деп ойлаған күлгін түсті шашкалардағы нәрсе ол менің жаңа уым. Менің алдыңғы мықты уымнан Канохалық Сакура Харуно есімді кунойчи антидот ойлап тауыпты. Сол үшін жаңа у ойлап табуыма тура келді және енді мен жұмсақтық таныта алмаймын, себебі менің соңғы құрбандарымның бірі әлгі суналық жас жігіт тірі қалыпты. Менің уымнан соң. Жоқ, мен енді қарсыластың өліміне көзім жетпейінше тоқтай алмаймын, деді Сасори. Ол Саскеге жақындап оны бір теуіп жатқызды да үшінші Казакаге қуыршағынан көп қылыштар шығарып Саскенің екі қолымен екі аяғын кесіп тастады. Содан соң Сасори Саскенің денесінің үстіне және бөлінген аяқтары мен қолдарының үстіне уы тамып тұрған қылыштарды бірінен соң бірін тықты. Саскенің шыңғырған даусы орманның ең алыс түкпіріне дейін жетті. Сақтықта қорлық жоқ. Сені мықты шиноби деп санаған соң осылай жасап отырмын. Сен қашып кетпес үшін. Ал қош бол, ана дүниеде басқа руластарыңмен көріссең, менен оларға сәлем айт. Мен Қызылқұм Сасориімін, деді Сасори. Артынан Сасори Дейдараны өзімен бірге алып, олар Қарақұм арқылы басқа жаққа қарай қашып кетті. Келесі күні Акацки базасында. Сасори. Өкінішке орай Дейдара шайқаста жеңіліс тапты, бірақ Учиха Саскені тоқтатуды мен өз қолыма алдым. Ол көз жұмды. Естідің бе, Итачи? Енді сен жалғыз Учихалықсың. Сасориге рахмет айтсаң болады, деді Кисаме. Мен оны өлтіруге сәл-ақ қалып едім. Сасори дана маған кедергі жасады. Деді Дейдара. Дейдара-чан ақталмашы, саған жараспайды, деді Хидан. Хидан сөйлей бермей тыныш тұршы, деді Дейдара. Менің бауырым өлді деп ойламаймын. Менің ойымша, ол әлі де тірі, деді Итачи. Итачи дұрыс айтады, Учиха Саске тірі. Мен төбелесті қауіпсіз жерден бақылап отырдым. Саскенің командасы оны өлім аузынан құтқарып қалды. Бұл мәселені тез арада шешу керек, деді Зетсу. Учиха Саске қазіргі таңда басымызға төніп тұрған қауіптердің бірі. Сол үшін оны тоқтатуға Итачи және Кисаме аттанады. Итачи, ініңді тоқтатуды өзің қолға алсаң да болады, деді Пейн. Түсінікті, онда біз ертең аттанамыз, деді Итачи. Мен демалып аламын ба десем, деді Кисаме. Саске өлейін деп жатқанда ол соңғы рет регенді қолданып уды өз денесінен шығарып тастап үлгерді. Алайда оның денесі бөлініп жатқан еді. Денесінің бөліктерін Джуго өз қабілетімен жалғап берсе, оны чакрасымен емдеуді Карин қолға алды. Саске тірі қалды, дегенмен ол 3 аптадай уақытты толық емделіп алуға жұмсады. Сол уақытта Каноха Учиха Саскені ұстау үшін тағы бір отряд құрды. Ол отрядта Гайдың командасы және Нарутоның барлық құрдастарымен жаңадан құрылған команда да қосылды. Бұл миссияға Наруто, Сай, Сакура, Ину, Чоджи, Шикамару, Ли, Неджи, Тентен, Шино, Киба, Хината, Абураме Дзюнко, Нитта және Сенджу Рейко барлығы 15 шиноби баратын болды. Миссия капитаны болып Неджи, ал бас стратег және тактик болып Шикамару сайланды. Олар Анбудан түскен мәлімет бойынша Саскені іздеуге кірісті. Саске болса, денсаулығын ретке келтірген соң Итачиді тауып, олар белгіленген жерде кездесетін болды. Саскенің командасын Кисаме күтіп алды, ал Саске болса Итачимен ескілеу ғимараттың ішінде кездесті. Достар, осымен 6-шы бөлімді аяқтаймыз. Видеоның соңына дейін көрген адамдарға көп рахмет. Сау болыңыздар.